Екі Корея бірігетін болды. Мына ақпаратқа сенсек, екеуі де ядролық қарудан бас тартады екен. Ақпарат қаншалықты рас? Тексеріп көрейік. Оңтүстік Кореяның ресми сайттарында бұл туралы бірде-бір ресми мәлімдеме жасалмаған. Аталмыш видео Астана телеарнасының 2018 жылғы сюжетінен алынған. Видеоның түпнұсқасында екі ел басшыларының қатысуымен болған тарихи саммит туралы айтылады. 1953 жылдан бері оңтүстік өңірге табаны тиген алғашқы президент атанды. Ал бұл саммитте не айтылды? 2018 жылы президенттер екі ел шекарасына алғаш рет аяқ басқан. Кездесуде Пханмунджон декларациясына қол қойып, ресми түрде соғысты тоқтатуға уәделесті. Алайда арада бір ай өтпей Солтүстік Корея келіссөздерді кейінге қалдырды. Кейін 2019 жылы Дональд Трамп пен Ким Чен Ын кездесті. Талқыланған негізгі мәселе Солтүстік Кореяның Йонбендегі ядролық кешеннен бас тартуы және ақш-тың санкцияларды біртіндеп азайтуы. Алайда екі елде келісімге келе алмады. Осыдан кейін екі Корея арасындағы бейбіт келіссөздер тығырыққа тірелді. Яғни екі Корея бірігетін болды деген ақпарат жалған.